Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Ұлданай. Бүгін сіздермен ең керемет қызылша қосылып жасалынатын, қысқа арналған осындай банкаларға жабылатын салаттың түрімен таныстырғым келіп отыр. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Толық нұсқасы осы видеода айтылатын болады. Ал мен бастаймын. Бізге ең керегі осындай помидордың кез келген түрі, менде черри, осындай майда, қызыл, әдемі помидорлар, яғни қызанақтар. Жақсылап жуып алдым екі қайтара. Одан кейін осындай ыдысымызға салып, суынан кептіріп, осылай мясорубкамыздан өткізетін боламыз барлығын. Мясорубкадан осылай барлығын өткізгеннен кейін менде үлкен бір шара, яғни тегеш және кішкентай тегешпенен осылай 1,5 шара шықты. Бұл дәмді қыстық салаттың ең маңыздысы далаға от жағып, қара қазанда пісіру болып табылады. Келесі кезекте міне помидорымыздан кейін сәбізімізді және бұрышымызды осындай жіңішке етіп турап, оны да мясорубкамыздан өткізіп алатын боламыз. Келесі кезек міне қызылшамызды алдық. Бір табақ қызылша, мен килограммдап өлшеген жоқпын. Барлығын көз мөлшермен өлшедім. Сарымсағыңызды, яғни чесногыңызды алдын ала жарты сағатқа мұздай салқын суға осылай бөліп бөлшектерге бөліп қоясыз. Сол кезде қабығы тез алынатын болады. Бұл кезде бізде ошағымыздың асты қатты жанып, помидор бұрқылдап қатты қайнап жатады. Оның үстіне жаңағы өткізілген сәбізіміз, қызылшамыз және бұрышымызды қазанымызға салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Асты күйіп кетпесін, жабысып қалмас үшін осындай кекпірдің көмегімен, кез келген осы араластырғыштың көмегімен араластырып тұрыңыздар. Келесі кезек чесногымызды тағы да осы ет тартқышымыздан жақсылап өткізіп аламыз барлығын. Одан кейін менде осындай көк шөптер, яғни петрушка және осындай укроп алып, майдалап турап алдым. Достар, барлығын бірдей қатар алып жүріңіздер. Ендігі кезек осы ыдысымызға, қайнап тұрған суымызға банкамыздың крышкаларын салып 15 минут қайнатып алғаннан кейін банкаларымызды парлайтын боламыз. Дәміне қарай тұз қосыңыздар. Одан кейін міне мен чесногымды қостым. Сіздер қара бұрыш немесе лавр жапырағын қосуларыңызға болады. Әркім өз қалауы бойынша. Мен ондай қосқан жоқпын. Ашты қоссаңыздар болады, яғни қызыл майда ашты болгар бұрышы бар ғой, соны қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізде ең соңғы этап, ол біздің көк шөптерімізді қосып 5 минут араластырып қайнатып аламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Жаңағы парлап болған, дайын болып тұрған банкаларымызға осылай асықпай, төгіп алмай, жақсылап құйып шығатын боламыз ыдыстарымызға. Достар, қолдау күтемін сіздерден. Лайк басып, комментария жазып кетулеріңізге болады осы видеоның астына. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Сіздермен мен Ұлданай осындай керемет, тек оригинал, өз қолымнан шыққан рецепттермен бөлісіп отыратын боламын өз арнамда. Осы салатты жапқан кезде көп адамдарда атылып, немесе бамбажданып, крышкалары томпақ болып көтеріліп кету мүмкін, немесе ішінде көгергендер болады. Оның себебі мына банкамыз толмай жабылғаннан. Міне толтырып, мен бірде-бір ауа қалдырмай, міне сыртынан ағып жатыр, көрдіңіз ба, соғы. Осылай толтырып, бірнеше рет бұрап, осылай кері қарай бұрап, қайтадан оңға солға қарай айналдырып, крышкасын жақсылап жауып алыңыздар, себебі ішінде ауа қалып қалмауы керек банкаңызда. Ал егер сіз варенье, компот жабатын болсаңыз, ол кезде қатты толтырмай жапсаңыздар болады, себебі ол атылмайды вареньямыз. Менің қысқа арналған осы қызылша қосылған ең дәмді салатым дайын. Ас болсын, сізге жасап көруге кеңес беремін.